Қарақалпақстанда 3 қазақ қамауда отыр. Отандастарымыздың туыстары сыртқы істер министрлігінен көмек сұрайды. Билеттердің бәрін жаңағыдай официальный касса арқылы сатылсын деп автовокзал директорына ұсыныс жасайды. Басшының орынбасарын жеке алып кетіп сабаған. Фактілер өте көпті қалып қойған. Бұл біздің дипломаттардың осалдығын білдіре ме? Елшіліктің бұл жерде өкінішке орай жұмысы нөл деп айтуыма тура келіп тұр. Керуен базарының бұрынғы атауы Үшқоңыр болған. Оның құрылтайшысы ретінде Болат Назарбаевтың есімі аталатын. Адам өзгерсе де иесі қалуы мүмкін. Болат Назарбаевтың осы автовокзалға қазір қатысы бар ма? Болат Назарбаев оңайлықпен беріп қоймайды. Құрылтайшының мен атын атай алмаймын. Бұл барып тұрған бассыздық. Төбелес болған, басқа болған, сөйтіп бұларды алып баратқанда інісіне звондап үлгерген ғой. Ресми барған адам жігітше далада разборка жасай ма, жасамайды. Шақырып тұрған адамдар олардың танымайтын адам емес. Ұйымдасқан қылмыстық топ болуы мүмкін екенін де білу керек. Менің жолдасыммен қасында көмекшілер алған, бүкіл травманы, оны медициналық экспертиза бәрі доказано дейді. Бірақ тергеуші оны басқаша бұрмалап жіберген. Сыртқы істер министрлігінің өкіліне хабарластық, ол жаққа сұрау салдық. Дегенмен осы мәселе бойынша олар әзірге үнсіз. Мен үмітімді үзе бастадым, өйткені 2,5 ай өтіп кетті. Мен шыдамдылықтарыңызға таңғалып отырмын. Қазіргі мәселеміз біздің шай жатқан жолдастарымызды шығарып алу керек, елге қайтару керек. Қалайда біз соны талап етеміз. Ертеңгі аптада болатын сот белгіленді. Сыртқы істер министрлігіне үлкен дабыл.